Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін сіздерге үйректің етінен мариновканы көрсетемін. Бұл таза үйректің жамбас еті. Мынандай үшке базардан алынғанбыз. Мынандай үшке бөлеміз. Орталарынан араларын ашып алыңыздар. Мына былай. 5 килограмм үйректің етін майдалап кесіп алдық. Мынандай міне. Қатты дәуде емес, кіші де емес. 1 килограммға бір дәу пияз тураймын. Мына жерде 5 килограмм 5 штук пияз. Сосын мынандай укроп пен петрушка. Петрушканы саламыз. Укроп пен петрушканы саламыз. Лимон. Сосын мынандай дәмдеуіш бар екен менде. Дәмдеуіш тоже 1 килограммға біреуін салам. Сонда 5 килограммға 5 штук. Сосын ең жақсы көретін менің бұндай неге үйректерге, особенно үйрекке киви. 1 килограммға тоже 1 штук. Демек 5 килограммға 5 штук киви салып, қазір араластырамыз. Міне бәрін салып алдық. 5 килограммға 5 штук киви, 5 штук киви салдым. Мынандай шашлыққа арналған дәмдеуіш. Құрамында барлық нелер бар. Чеснок, орех, кориандр дейді, мускатный, паприка, перец. Бұның құрамында тұз аз болған соң кішкене тұз қостым. Укроп, петрушка. Енді кішкене минералка қойып, жақсылап езіп, араластырып аламыз. Бұның бәрі, бұл мариновка как минимум 3 сағат тұру керек. Одан кейін уже дайын болады. Алда кездескенше. Мариновкамыз дайын болды. Қонақтарымыз кешкісін келеді. Итак, құрамында минералка, петрушка, укроп, лимон, киви, дәмдеуіштер, приправа, тұз, бұрыш, оның бәрі бар. Енді кәуап дәмді болсын деп мен грибы алдым. 1 килограмм. 1 килограмм бұны жарты сағат суда қайнатып аламыз. Бір қасық тұз салып, жарты сағат тұзды суда қайнатып аламыз. Ол әртүрлі микробтар мен құрттарды өлтіреді. Өздеріңіз білесіздер. Грибыдың құрамында нелер бар. Құрттарды, инфекцияларды өлтіру үшін. Осылай мен жарты сағат суда қайнатып алам. Одан кейін кешкісін қонақтарға грибімен қосып, грибы шампиньон дейді, әркім әртүрлі айтады ол. Немен? Үйректің етімен кәуап жасап беретін боламын.